Осы бажа сен әйелімен қалай таныстың? Көп қараңның арасынан білмеймін оны. Алып қашып кете салдым. Матасы келмей су алып шықшы дедім. Су пуымен қашып кеттім ғой. Асқазаным ай. Не oldu? Жаңа аш қарынға тамақ жеп қойыппын. Шөлеп тұрып су ішіп қойдым деген сияқты ғой жаңа. Түсінбейсіңдер оңдай. Ауылдан қисық мәңки бар еді ғой. Соның баласы шашын өсіп бояп, мына жерде сырға тағып алып. Мен дедім де жағасын ұстап тартып. Бу шәлбет қылдым. Сырғасын тартып алдым да өзіме тағып алдым. Әйеліме бердім. Немене біле ол? Ұрғашы еркек танымайтын бұд қой қазір. Енді бажа, мен саған бір әңгіме айтайын, мына ауылда қазір тып-тыныш бәрі. Баяғыдай көшеде ішіп жүретін адам жоқ. Бәрі үйінде ішіп жатыр. Балалар жұмыс аяқта магазинге ақша аударып жіберейін де Каспийге. Ой, Каспий аресте. Мына заманда ма? Иә. Олжан Алдашева дейтін менің қарындасым бар, заңгер. Бүкіл аресін шешіп береді. Қай жерде кредит бар, бүкілін шешіп береді. Соны аштырып алдым ғой Каспийді. Жіберсе балаларың. Ашып қойды ғой уж. Олжан. Біздің үйдегілер тойға баратын кезде. Ана басқа ақ көйлегін кимейді ме жағасы кір ғана? Жоқ, осын киіп барамын. Әдейі барған кезде көтере отырамын. Міне. Менің қатын жоған, жағасы кір. Фуй, бастап шығар. Кәні мына, екіншісінің ары кәні мына. Мына нетін киіріш. Қыздас киіп, мынаны киіп алам ба? Ой, кім қарайды аяғына? Онда менің түршігімді киіп алсын. Ботыңа кім қарайды сен? Бош, нәрсе тауып берші. Мына ақшаны жабан қылып береміз бе? Конверт жоқ, сатып ала саламыз. Сай қазір істейсің ол. Сатып ала саламыз, сол жерге. Істей салшы адамды күйдірмей. Ане, саған дайындап отырмын. Қазір неңді бересің, тойға ешкі атайсың ба? Ешкі атай саламын, ешкі алмайды. Ешкі атай бермей, соларды асырап көру керек бірінші. Бұна бәрі дайын ба? Ана беташарға беретін 500 теңге қалтаңа сақ қойдың. Беташарға 500 теңге берем ба мен? Ен? Ойбай 500 теңге сабатсам ана беташардағылар көтін ашып күледі ғой маған жанына қоссай тағы 1000 теңге қылып береді де. Бересіңші 500 теңге берші. Тамада өзіміздің бала ғой. Басты алла берсін десіңдер. Бал қойдыңдар ма? Иә? Астарыңыз бар ма? Баны жығал. Шөл деп кеттім. Ой, ма жеңшемді жұмсай береді қайта. Керсенге баруым керек, ана шек қарындарды дайындап қойсаңыздаршы, мен апарып берейін да. Тат жүр. Мен мынау денсаулық. Уа, әке шақырды да беш. Ол жеңше барадым. Сенің жынды класстастарың. Ағайға ше, мен айтайшы дейберсең, сабақ сұрамайды, оқып келді деп ойлайды. Қойшы. Ағай, не айтайшы? Асқар тұр, айт сабақ. Бір қайтып ойын ағай. Медет айт онда. Қазір Асқар бір қайтып аласың. Ана, не анасы сол үстіндегі анау? Нормай, кітап қоғай ғой. Бер жағында ғана тұрған. Мынау шаң қоғай шаң. Анау бер жағында. А4 ғой бұл, А4. Не түсіп кетті ар жағаға? Мальборо ғой? Акел демек. Сырты ағай әшейін, сырты ғой. Жоқ. Ағай, біз сізге ақша қарызбыз ба? Жоқ. Педес, ақша қарыз қыса бұрсасыз ғой бізге? Басқа ғанан сөйтіп ұрыспайсыз? Екеуіңнің жаның ашығаннан кейін жақсы көргенен ұрсам да мен. Бір 1000 теңге бар ма қарызға? Айттым ғой ақша үшін. Еркексіз ғой? Екеуің мектептен шығасыңдар деп жатыр директор. Не үшін ай? Сабақ оқымайсыңдар екеуің. Өзіміздің біліміміз ғой. Темекі шегесіңдер екеуің. Өзіміздің денсаулыққа ғой. Келмейсіңдер екеуің сабаққа. Өзіміздің уақыт қой. Қара кесек тыңдайды деп отыр бәрі. Әңгімесі жоқ, шыға онда. Шыға берейік енді. Отыр ай. Ойнап атым. Қоңдырып бастапыңыз ғой.